Бата беру, адал ниет, жақсы тілек білдірудің ұлттық дәстүрі. Дастархан басында түрлі жиын тойларда қуаныш иесіне арнап қол жайып бата береді. Сондай-ақ алыс сапар жолға аттанғанда ақ жол тілейтін халқымыздың ежелден келе жатқан кең таралған дәстүрлерінің бірі. Бата беретіндер көпті көрген ақсақалдар мен кемеңгер дуалы ауызды билер болып келеді. Қазақ бата сөздерінің жиналып жариялануы 19 ғасырдан басталған. Орыс, шығыс зерттеушілерінің қазақ халқының ауыз әдебиетіне арналған кітаптарында бата сөздер мынадай болып келеді. Құдайым жарылқасаң малды қыл, біткен жұрттың алды қыл, мал мен басты пана бер, осы отырған боз үйге Қыдыр ата дарысын. Құдайым жазбай бер, жаздай берсең жазбай бер, Құдайым күздей бер, күздей берсең үзбей бер, Құдайым қыстай бер, қыстай берсең қыспай бер, Құдайым көктемдей бер, көктемдегі көгеріп өскендей бер. Төле би Сүйінбай аталардан қалған баталар. Ағайындар, туғандар, жүрген жерің нұр болсын, әуелі Құдай оңдасын, оң жағыңнан толғасын, бақ пен дәулет қатар кеп, мыңғырып өссін мал басың, ұрпағымыз мол болсын, қайда барсақ жол болсын, қария мен қарт әже, ақ тілегі оң болсын, қазынасы кең Құдайым, айтқан батамды қабыл ет деген екен. Бата қысылғанда қуат, қиналғанда медет беріп, әрбір іс-әрекетіне жол ашып, бәле жаладан қорғайды. Болашақтың тұтқасы, иесі ұрпағына аманат, парасаттылық, ізеттілік, өжеттілік, мейірім, өнер, білім, құт береке, ұзақ өмір, үлкен табыс тілеп, өскелең жастарға бата беріледі. Еңбектерің өнімді болсын, абырой атақтарың арта берсін, бақ дәулет жыл құсындай қатар келсін, ақыл білім бірге жүрсін, ескен желдей жүйрік бол, қарағайдай сүйрік бол, өз ісіңе берік бол, ата-анаға серік бол, жолың ашық болсын, алдың нәсіп болсын, Тәңір берген несібең тепкілесе кетпесін, айтса қарғыс тисе көз, дарымасын өтпесін. Шілдехана тойда жаңа туылған балаға берілетін бата. Бауы берік болсын, ата-анасына серік болсын, азамат болып ер жетсін, ақсақал болып төрлетсін, ер жігіт болсын көрікті, қол қанаты көп болып, ерте берсін серікті, азамат болсын салмақты, өнерлі болсын жан жақты, айтқандарым оң қылып, Құдайым берсін зор бақты. Әр адам өз отбасы ошақ қасында беретін бата сөздер бар. Құдай жарылқасын, бақ қарасын, Қыдыр дарысын, айдан аман, жылдан есен қылып, үйдегі түздегі мал басты аман қылсын, жамандыққа жазбасын, жақсылыққа бастасын, мал иесі Мұхаммед, жан иесі Қазірет, тілегімді әзірет, еткен ниетін қабыл ет, ұл қызымды мұңсыз ет, Құдайым шыққанның есесін бер, кіргеннің берекесін бер деп тілеген. Батамен ер көгереді, жаңбырмен жер көгереді деп халқымыз текке айтпаған. Адамгершілік, молшылық, бақытты болашақ, бейбіт өмір, шуақты күн, осынау бата сөздердің
көпке шашқан шапағаты деп білеміз.